Құрметті Intel Price ақпараттық жүйесінің операторлары, сіздерге бүгін Intel Price бағдарламасына Каспийден қайтып товарларды енгізу керек екенін көрсетеміз. Бұл үшін Intel Price кабинетіне кіресіз, Price List деген мәзірді ашасыз, мынандай парақ ашылады. Бұл жерде товарды енгізудің екі жолы бар. Әрине ең тиімдісі ол импорт деген батырманы басып, егер сіздің товарларыңыз Excel вариантта болатын болса, онда соны жүктеу. Ол үшін 1-2 секунд қана уақыт кетеді, өте жылдам болады. Ал егер қолыңызда Excel файлы жоқ болса, онда мына жерде қосу батырмасы бар, добавить деген. Соны басасыз. Мынандай парақ ашылады, товарды қосу парақ ашылады. Ары қарай не істейсіз? Ары қарай Каспий кабинетіңізді ашасыз. Управление товарами деген мәзірге өтесіз. Бұл жерде сіздің товарларыңыздың тізімі шығады. Осы жерден, осы парақтан, мысалы, мына бірінші товардан бастайық, қандай мәліметтер бізге керек? Ең бірінші, міне оның бағасы 18620 теңге. Яғни оны бағаны мына price деген жерге енгіземіз, 18620 теңге. Содан кейін осы товарды қай дүкендерде бар ма? PP5 деп тұр. PP деген сөз ағылшын тілінен аударғанда pick up point деп аударылады. Яғни беру пункті деп аударылады. Сіз мына жерде жаңағы PP5 деген осы жерден тересіз. Ары қарай кеттік. Басқа мәліметтерді алдық. Енді осы товардың ішіне кіресіз, мынаны басып. Бұл жерде ең бірінші товардың аты жөні көрсетілген. Осы жерден товардың атын көшіріп аласыз. Оны модель деген жерге жазасыз. Содан кейін қандай бренд? Бренді міне OS деген бренд екен. Соны мына жерден табасыз, іздеп. Іздеп табуға жеңіл болу үшін мына жерге осының атауын жазуға болады. Атауын жазсаңыз кішкене сұрыпталады, таза ет міне шықты. Бренді таңдалды. Енді мына жерде артикул деген нәрсе бар. Ол яғни сіздің дүкеніңіздегі осы товардың идентификациялық номер, артикул. Оны біз мына жерге жазамыз. Артикул енгізілді, бренд енгізілді, pick up point енгізілді. Енді Каспий код деген бар міне. Каспий кодты қайтып көруге болады. Посмотреть на Каспий деген батырма бар міне, товардың жазуының астында. Соны басамыз. Басқан кезде товардың парағы ашылады, мына жерде код товары деп тұр. Осыны екі рет тінтуірмен бассаңыз, өзі белгіленеді. Батырма немене тінтуірдің оң жағын басып, көшіріп аласыз. Көшіріп аласыз да мына жерге Каспий код деген жерге қоясыз. Сәбит. Барлығы толтырылды. Енді бұл жерде біз толтырмаған екі жолы ғана қалды. Ол min price деген минималды бағасы, max price деген максималды бағасы. Яғни қазір сіздің осы товарыңыз 18620 теңге сатылып жатыр. Сіз оны товарды шығаратын заводтан сатып алдыңыз. Заводтан сатып алған бағаңыз мысалы 15000 теңге. Сіз бұл товарды ең ары кем дегенде 1000 теңге үстіне пайда көріп 16000 теңгеге сата аласыз. Оны енді өзіңіз белгілейсіз. Біз жалпы көрсетіп отырмыз. Минималды бағасы сатқан кезде сізге қандай бағасы сата аласыз? Мысалы 17000 теңге деп жазайық. Ал максималды бағасы қандай? Максималды бағасы мысалы 25000 теңге. Яғни осы товарды сіз максималды 25000 теңгеге сатасыз. Барлығы енгізілді, міне тексеріп шығамыз. SKU енгізілді, бренд енгізілді, pick up point енгізілді, Каспий код енгізілді, price, min price, max price. Содан кейін оның атауы енгізілді. Атауын мына жерден көшіріп аласыз, тура осы жерде қайтып жазылып тұр. Соны осы жерге әкеліп қоясыз. Енді барлығы толтырғаннан кейін отправить базу данных деген кнопканы басып аласыз. Басқан кезде товарыңыз міне Intel Price'қа енгізіледі. Егер қандай да бір қателік осы жерден көрсеңіз, бұл жерде міне удалить деген батырманы басып, оны өшіріп тастауға болады. Кетіп қалатын болды. Сөйтіп, ары қарай келесі товардан бастап енгізе бересіз. Енгізу батырмасы міне түрінде. Добавить. Ашылады. Тура осындай қарқынмен бәрін енгізіп шығу керек. Бұны бір жолата енгізесіз, кейін өзі осы жерден Каспийдің дүкеніне өзі жүктеп тұрады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.